Көзін су. Адам ағзасының шамамен 60% судан тұрады. Су жасушалардың тіршілігі, қан айналымы және зат алмасу үшін өте маңызды. Ал осы судың мөлшерін ағза қалай реттейді? Антидиуретикалық гормон, қысқаша АДГ, гипоталамуста түзіліп, артқы гипофизде жиналады. Оның негізгі қызметі ағзадағы судың сақталуын реттеу. АДГ. Бұл үдерісте басты рөл атқаратын гормон антидиуретикалық гормон, немесе АДГ. Гипоталамус оны синтездейді, ал гипофиз қанға бөледі. АДГ бүйрекке жеткенде Хайуандар. Ағзада су азайған кезде, мысалы, қатты терлегенде, су ішпегенде немесе қан қойланған кезде гипоталамус бұл өзгерісті сезеді. Сол сәтте АДГ бөліну күшейеді. АДГ ең алдымен бүйрекке әсер етеді. Ол нефрон түтікшелерінің су өткізгіштігін арттырады. Нәтижесінде су қайтадан қанға сіңіріледі, ал зәрдің мөлшері азайып, қоюланады. Егер АДГ жеткіліксіз бөлінсе, ағза суды ұстап қала алмайды. Нәтижесінде көп мөлшерде сұйық зәр бөлініп, адам қатты шөлдейді. Бұл жағдай қансыз диабет деп аталады. Егер ағзада су жеткілікті болса, АДГ бөлінуі азаяды. Бұл артық судың зәр арқылы сыртқа шығуына мүмкіндік береді. Су барда теңділген тепе-теңдік. Су тепе-теңдігін сақтайтын негізгі реттеуші. Ол бүйрек арқылы судың қайта сіңірілуін бақылап, ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, антидиуретикалық гормон ағзадағы су тепе-теңдігін сақтайтын негізгі реттеуші. Ол бүйрек арқылы судың қайта сіңірілуін бақылап, ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет.